Бұл енді шын мәнінде бүкіл мынау халықтың үлкен қуанышына ие болған. Соңғы жылдары халқымыз имандылыққа бағыт алған, егемендік алған жылдарымыздан бері облыс орталықтарының бәрінде дерлік Алланың үйі мешіттері ашылып, халыққа қызмет жасап жатқан кезде бір сыдық қалып келе жатқан облыс осы Маңғыстау облысы біздің облысымыз болатын. Бүгін міне қаланың ортасында үлкен ақ мешіт, ақ мәрмәрден салынған мешіттің ашылуы біздің бәріміздің көңілімізге де тоят әкеліп тұр. Бұл мешіт халықты ізгілікке, имандылыққа үндейтін қасиетті үй болады деп есептеймін. Мына мешіттің ашылуының өзі бүгін Маңғыстау өңірінде Қазақстанның басқа өңірлерінен ерекше 14-ші наурыз амалдың бір жаңасы деп, жылдың басы деп бастайтын сәтті күнмен қат-қабат келіп тұр. Бұл да енді халқымыздың соншама игі ізгі тілек білдіретін, үлкен адамдарға, қасиетті бабаларға барып тәзім ететін, қол беріп, сәлем беретін, игі тілек білдіретін қасиетті күніменен қатар келгені, бұл да халықтың кәдім көңілінен шығатын үлкен шара деп есептеймін. Енді Маңғыстау жері қашаннан да осы ізгіліктің, қашаннан да мешіттің, небір медреселердің орталығы болғаны бәрімізге аян. Мына қасиетті ұлы бабаның атына аталған, аты берілген мешіт Бекет атаның өзінің көзі тіріс кезінде Маңғыстау өлкесінде жалпы мына Қазақстанның батысында 5 мешіті болғандығы туралы айтылады. Ол Оғыландыдағы мешіттен бастап, қазір Бейнеудегі мешіт, Көгаланың құмындағы мешіт, ақ мешіт, тағы басқа мешіттер болып осылай жалғаса береді. Бұл мешіттердің барлығы сол халықтың тарыққан кезінде, халықтың басына қиын сәт, қилы заманда оларға медет болған, медеу болған, халықты бірлікке үндейтін, халық алдағы күндерге үмітпен қарайтын үлкен ізгіліктің үйлері болған. Мінекей сондай үлкен үй бүгін облыс орталығында ашылып жатыр. Бүгінгі нарыққа бағыт алған елде жасыратыны жоқ. Қазір енді тіршілік қамыменен арба жетектеп, жайма базарды жағалап кеткен халық кейде ізгілік туралы үнемі ойлай бермейтіні, оған ізгіліктің дүниедегі адамның ең ірі құндылықтарының еш уақытта жойылмайтын байлықтарының бірі осы ізгілік, имандылық екенін еске салып тұратын мына ақ мәрмәр мешіт халқымызға үлкен бірліктің, тірліктің, имандылықтың ұясы болғай деп тілек білдіремін. Алдағы күнде сол халқымыз бұл мешіттің жанында алуан түрлі медреселер, бұл мешіттің жанында Құранды оқып үйренетін қарилардың, не болмаса хадистерді оқып үйренетін медресенің сабақтарының өткізілетініне кәміл сенемін. Сөйтіп бұл тұтас алғанда тек қана намаз оқитын орын емес, бұл тұтастай бір үлкен комплекс болып халыққа қызмет жасайды деген ойдамын. Сондықтан халқыма айтарым, мына мешіт құтты болсын, имандылықтың ұясы болсын. Әр кезде халқымызда жақсылық, ұлы істерге үндейтін орда болуына тілектеспін.